Мен кіммін деген сұраққа жауап бере алмасаңыз, даму әлі басталған жоқ. Мектепте 40 жыл еңбек етіп, зейнетке шығарда мен де өзіме, енді мен кіммін деген сұрақ қойғанмын. Бұл сөзді әсер үшін айтып отырған жоқпын. Өйткені дәл осы күйді мен жүздеген мұғалім әйелден көрдім. Таңнан кешке дейін сабақ, дәптер тексеру, ата-анамен сөйлесу, үйдің тірлігі, балалардың қамы, немеренің қызығы. Бір күні бәрі саябырлаған кезде өзіңізбен өзіңіз қаласыз. Сол кезде ішіңізден бір дауыс шығады. Ал мен өзім үшін не істедім? Міне, көп әйелдің жанын ауыртатын сұрақ осы. Біз жылдар бойы жақсы мұғалім, жақсы ана, жақсы әже болуға тырыстық. Бірақ өзімізді тануға уақыт таппадық. Сондықтан көп адам дамуды жаңа кітаптан, жаңа курстан, немесе жаңа мотивациядан іздейді. Ал шындық басқаша. Тұлғалық даму сырттан емес, өзіңізге қойған бір ғана шынайы сұрақтан басталады. Егер бүгін өзгерісті бастағыңыз келсе, мына 3 қадамды жасап көріңізші. Бірінші қадам, өзіңізден сұраңыз. Мен шын мәнінде нені қалаймын? Басқалардың емес, балалардың емес, қоғамның емес, өзіңіздің жүрегіңіз нені қалайды? Осы сұраққа шынайы жауап беру дамудың бұл бір алғашқы қадамы баспалдағы. Екінші қадам, өзіңізге не кедергі екенін анықтаңыз. Көп жағдайда кедергі уақыттың жоқтығы емес. Менен енді не шығады дейсің? Жасым болса өтіп кетті, кеш қалдым. Осындай ойлар мінекей кедергіні мойындаған сәттен бастап оны жеңудің жолы ашылады. Енді үшінші қадам, ертең бір ғана әрекет жасаңыз. Үлкен өзгеріс күтпеңіз. Бір кітаптың бір бетін оқыңыз. Бір параққа ойыңызды жазыңыз. Бір жаңа дағдыны бастаңыз. Бір ғана қадам. Өйткені өмірді үлкен секірістер емес, күн сайынғы кішкентай әрекеттер өзгертеді. Менің өмірлік тәжірибем маған бір нәрсені анық үйретті. Адамның жасы емес, өзін қаншалықты танығаны, оның өмірінің сапасын анықтайды. Сіз әлі де өз өміріңіздің жаңа тарауын бастай аласыз. Тек өзіңізді кейінге қалдыруды тоқтатыңыз. Егер бұл жазба сізге ой салса, сақтап қойыңыз. Кейде ең қажетті жауап дәл осындай жазбаны қайта оқығанда келеді. Осындай өмірлік тәжірибеге негізделген пайдалы ойларды бірге талқылағымыз келсе, парақшаға жазылып қойып, әр жексенбіде болатын менің сабағыма қатысыңыз.